Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қайнатпалы қамырдан тұратын Пари-Бреста десертін, яғни пирожныйын жасаймыз. Ол үшін біз ең алдымен қамырын жасаймыз. Қамыры қайнатпалы, оған су, тұз, сүт және қант, жұмыртқа, сары май және ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға су, сүтті және тұз, қантымызды саламыз және сары майымызды саламыз. Барлығын араластырып, отқа қоямыз. Отқа араластырып тұрып, қайнаған кезде ұнымызды саламыз. Ұнымызды күрекшенің көмегімен тез-тез араластырамыз. Ең айта кететін жайт, осы қайнатпалы қамыр жасаған кезде сіздер асты қалың ыдыс пайдаланғандарыңыз жөн. Сол кезде қамырларыңыз күймей бір тегіс болып шығады. Осылай отта қамырымызды әбден суы тарқағанша араластыра тұрамыз. Қамырымыз жылтыр әдемі болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып суытамыз. Суыған қамырымыздың үстіне бір-бір жұмыртқадан салып, барлығын араластырамыз. Жұмыртқамызды бір-бірден салғанымыз жөн. Бір-бірден салған кезде оңай араласады. Араластыру да оңай болады. Барлығын жақсылап араластырдық. Қамырымыз осындай жылтыр әдемі болды видеодағындай. Енді қамырымызды жинап, қалташаға саламыз. Қалташаның түбінде мен насатка салдым. Насаткамыз гүл тәріздес. Пергамент қағазы төселген ыдысымызға қамырымызды саламыз. Шеңбер тәріздес қып саламыз және қамырымызды 2 есе қып саламыз. Бірінші бір рет жүргіземіз және оның үстіне екінші рет қамырымызды жүргіземіз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде қамырымызды 35-40 минут пісіреміз. Қамырымыз пісті, ол суығанша біз крем дайындаймыз. Оған кілегей, ірімшік, творожный ірімшік және қант ұнтағы қажет. Ыдысқа барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Креміміз бір тегіс қою болғанша араластырамыз. Крем дайын болды, енді оны қалташаға салып аламыз. Және қамырымларымыздың ортасын пышақпен осылай кесіп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ және үлпілдек, ортасы толықтай піскен. Жеп-жеңіл болады. Осылай барлығын кесіп, ортасына кремді толтырып жағамыз. Екінші бөлігін үстінен саламыз. Барлық пирожныйларымызды, Пари-Бресталы пирожныйымызды жасап шықтық. Енді әдемілік үшін үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте дәмді әрі оңай десерттардың бірі. Сіздер де отбасыларыңызбен Пари-Бреста десертін дайындаңыздар. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Балаларыңызға әсіресе өте ұнайды. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар және менің каналыммен достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.